Егер сіз күн сайын 4 жұмыртқа жесеңіз не болады? Бір апта емес, айлар бойы тұрақты түрде жесеңізші. Холестериніңіз күрт көтеріле ме? Жүрекке зиян келтіре ме? Әлде керісінше ағзаңызды көп адам күтпеген деңгейде өзгерте ала ма? Шындық мынада. Жұмыртқа әлемдегі ең дұрыс түсіндірілмеген тағамдардың бірі. Бүгін сіз күн сайын жұмыртқа жегенде ағзаңызда нақты не болатынын білесіз. Миыңыздан бастап бұлшықеттеріңізге, көзіңізге, энергия деңгейіңізге және зат алмасуыңызға дейін. Маған сеніңіз, ең қызықты пайдалы ақпарат осы бүгінгі видеода айтылады. Алдымен адамдар көп қорқатын нәрседен бастайық. Ол холестерин. Көп жылдар бойы жұмыртқа жүрекке ауруларда көп әкеледі деп келді. Адамдар сарысын жемей тек ақуызын ғана жеуге кеңес берді. Бірақ қазіргі кезде ғылым бұл қате түсінікті түзетті. Сіздің ағзаңыз, әсіресе бауырыңыз холестериннің көп бөлігін өзі өндіреді. Сіз жұмыртқаны тұрақты түрде жей бастағанда ағзаңыз бейімделеді. Артық холестерин шығарудың орнына бауыр өзінің өндірісін азайтып, тепе-теңдікті сақтауға тырысады. Ең қызығы, зерттеулер көрсеткендей, көптеген адамдарда жұмыртқа, яғни жақсы холестерин деңгейін көтереді дейді. Бұл холестерин қан тамырларынан артық майдан тазартуға көмектеседі. Ал ЛДЛ жаман холестерин жиі өз пішінін өзгертеді деп жазады. Ал ұсақ әрі қауіпті болудың орнына ірілеу және зиянды аз бөлшектерге айналады. Бұл неге маңызды? Өйткені ең қауіптісі артерия қабырғасына жабысып қалатын ұсақ, тығыз ЛДЛ бөлшектері. Жұмыртқа әдетте олардың санын арттырмайды, көп жағдайда керісінше жалпы холестерин профилін жақсартады. Енді ақуыз туралы сөйлесейік, бірақ көпшілігі ойлайтындай емес. Тауық еті немесе сиыр еті сияқты ақуыз көздері бұлшық еттінен тұрады. Олар ағзаға аурулар сіңеді, ал жұмыртқа мүлде басқа. Жұмыртқаны табиғат тіршілік бастауға арналған толық жинақ ретінде жаратқан. Оның ішінде жаңа тірі ағза қалыптастыруға қажетті дерлік барлық қоректі заттар бар. Сондықтан жұмыртқа ақуызы табиғи тағамдардың ішінде ең жоғары биологиялық құндылыққа ие. Қарапайым тілмен айтқанда, ағзаңыз жұмыртқадағы ақуыздың басым бөлігін толық пайдалана алады. Ештеңе босқа кетпейді. Бұл дегеніміз бұлшық етті тезірек қалпына келтіруге, сүйек пен буындарды нығайтуға, иммунитетті қолдауға және жақсы ұлғайған сайын күшті сақтап тұруға көмектеседі. Егер сіз жиі шаршап жүрсеңіз, әлсіздік сезінсеңіз, немесе физикалық жүктемеге кейін баяу қалпыңа келгіңіз келсе, жұмыртқа тамақтанудағы ең тиімді өзгерістердің бірі болуы мүмкін. Бірақ жұмыртқа тек ақуыз ғана емес. Сарыуыздың құрамында ағзаға ұзақ уақытқа жететін тұрақты энергия беретін пайдалы майлар бар. Оны кәдімгі таңғы аспен салыстырып көріңіз. Тіпті үлпектер, тост немесе тоқаштар. Мұндай тағамдар қандағы қантты тез көтереді, кейін дәл солай тез түсіреді. Сондықтан көптеген адамдар таңғы астан кейін 1-2 сағаттан соң қайтадан қарны ашқанын сезеді. Ал жұмыртқа басқаша жұмыс істейді. Ол баяу қорытылады және бірнеше сағат бойы энергияны тұрақты ұстап тұрады. Таңертең жұмыртқа жей бастаған адамдардың көбі тәбетінің азайғанын, мидағы тұманның кеткенін және күні бойы зейіннің жақсарғанын байқайды. Жұмыртқада тағы бір ерекше зат бар. Көп адам ол туралы біле бермейді. Ол лейцин. Лейцин бұлшық етті қалпына келтіруге іске қосатын ерекше амин қышқылы. Сіз жеткілікті мөлшерде лейцин тұтынғанда ағзаңыз бұлшық етті сақтау және қалпына келтіру туралы белгі алады. Бұл әсіресе 40 жастан кейін өте маңызды. Неге? Өйткені осы жастан кейін адамдар жыл сайын табиғи түрде бұлшық ет массасын жоғалта бастайды. Тіпті салмағы өзгермесе де. Ал бұлшық етті жоғалту тек сыртқы келбетке әсер етпейді. Ол зат алмасуды баяулатады, тепе-теңдікті әлсіретеді, шаршауды арттырады және қартаю процесін қиындатады. Күніне 4 жұмыртқа ағзаға бұлшық етті сақтау үшін тұрақты сигнал береді. Енді ең маңызды мүшелерінің бірі ми туралы сөйлесейік. Мидың көп бөлігі майлар мен арнайы қоректік заттардан тұрады. Ал жұмыртқа ми жақсы көретін ең негізгі зат бар. Ол холин және фосфолипидтер. Олар ми жасушаларының құрылыс материалы деп елестетіңіз. Холин есте сақтау, зейін, оқу қабілеті және жүйке жүйесінің жұмысы үшін өте маңызды. Шын мәнінде көптеген адамдар тамақ алғыры холинді жеткілікті алмайды. Холин жетіспеушілігі есте сақтау қабілетінің нашарлауымен,
мидың тез шаршауымен және ойлау қабілетінің төмендеуіне байланысты. Адамдар жұмыртқаны тұрақты түрде жей бастағанда көбі ойдың анықтығын, зейіннің тұрақтылығын және ақыл ой энергиясының артқанын байқайды. Тағы бір қызықты факт. Жұмыртқа ағзада ацетилхолин деп аталатын заттың түзілуіне көмектеседі. Бұл есте сақтау мен үйренуге тікелей байланысты нейромедиатор. Бұл жас ұлғайған сайын одан да маңызды болады. Енді көз туралы айтайық. Сарудың ішіндегі ең күшті антиоксидант бар. Ол лютин мен зеаксантин. Бұл заттар көз үшін ішкі күннен қорғайтын көзілдірік сияқты жұмыс істейді. Олар көздің тор қабатында жиналып, телефон мен компьютердің көк жарығынан, тотығу зақымынан және жасқа байланысты көру мәселесінен қорғайды. Егер сіз күні бойы экранға қарап жұмыс істесеңіз, бұл заттар сіз үшін өте маңызды. Кейбір зерттеулер олардың көру анықтығын жақсартып, көздің шаршауын азайту мүмкін екенін көрсетеді. Тағы бір көп адам күтпейтін пайда бар. Жұмыртқада табиғи түрде Д дәрумені бар. Бұл иммунитет пен көңіл-күй, гормондар, сүйек саулығы үшін өте маңызды дәрумен. Көптеген ересектерде Д дәрумен жетіспейді және олар мұны білмейді де. Д дәрумен төмен деңгейі шаршауға, иммунитеттің әлсіреуіне, көңіл-күйдің төмендеуіне, бұлшықет әлсіздігіне және энергия жетіспеуіне әкелуі мүмкін. Жұмыртқаны күнделікті рационға қосу бұл дәрумен деңгейін табиғи түрде қолдануға көмектеседі. Бірақ дәл қазір ас үйге жүгіріп барып 6 жұмыртқа жеп қоймас бұрын бір маңызды нәрсені түсіну керек. Жұмыртқаның сапасы маңызды. Барлық жұмыртқа бірдей емес. Торда өсірілген тауықтың жұмыртқасы әдетте ең төмен сапалы болады. Мұндай тауықтар көбірек стресс көреді және табиғи емес қоректен қоректенеді. Егер де жұмыртқаларын сәл жақсырақ алып жегіңіз келсе, табиғи болғаны дұрыс. Бірақ қарапайым жұмыртқаның өзі тәтті үлпектер мен өңделген таңғы астарды әлде қайда пайдалы. Енді ең басты сұраққа келейік. Күніне 4 жұмыртқа жеу қауіпті ме, әлде қауіпсіз бе? Көптеген сау адамдар үшін иә. Қазіргі таңда көптеген тамақтану мамандар жұмыс істеп жүр. Соның көбінде рационның бір бөлігі ретінде жұмыртқаны қабылдайды. Әрине, егер сізде ауыр аурулар, холестерин мәселесі немесе дәрігердің арнайы ескертулері болмаса, маманмен кеңескеніңіз дұрыс. Бірақ миллиондаған адамдар үшін жұмыртқа бұрын ойлағандай зиянды емес. Керісінше ол қолжетімді, қоректік және пайдалы тағамдардың бірі. Ол бұлшықетті қолдайды, миды қорғайды, энергияны тұрақтандырады, көзді қорғайды, зат алмасуды жақсартады және дені сау қартаюға көмектеседі. Сондықтан біреу сізге тағы да жұмыртқа зиян десе, мынаны еске сақтаңыз. Табиғат мінсіз тағамды сирек жасайды, бірақ жұмыртқа соған өте жақын. Егер бұл видеода жұмыртқа туралы ойыңыз өзгерсе, пікірге жаза кетіңіз. Сіз аптасына қанша жұмыртқа жейсіз? Және денсаулықты шынымен жақсартатын тағамдар туралы осындай пайдалы видеоларды көргіңіз келсе, арнаға міндетті түрде жазылыңыз.